Тырнақ кеміру жаман әдет қана емес, жаман ырым. Бұл әдет жағымсыз, әсіресе балаларда жиі кездеседі. Әрбір адамда ұнамды және ұнамсыз қасиеттер болады. Қасиет дегеннен гөрі әдет десек дұрыс болатын шығар, өйткені қасиеттің жаман түрі болмайды екен. Қасиет деген сөздің өзі адамның жақсы болмаса, адамға пайда келтіретін тұсы, сондықтан жаман әдеттерден арылып, жақсы қасиеттерімізді арттырудың жолында еңбектенгеніміз дұрыс-ақ әрбіріміздің. Бұл әдет жағымсыз, әсіресе балаларда жиі кездеседі. Мектеп жасындағы балалардың көпшілігінде осы әдет байқалады, тіпті ересек адамдарда да кездесіп қалады. Бала күнгі қалыптасқан әдеттен арыла алмауы ма, әлде денсаулықтағы ақаулықтың бір белгісі ме, бұны да дөп басып ешкім айта алмаса керек. Кейін есі кіргенде өздігінен қояды деп бұл нәрсеге мән бермей, немқұрайлы қарауға болмайды. Яғни жасы кіші балалардың көпшілігінде кездесетін тырнағын тісімен тістеп алып тастау жайлы дініміз, дәстүріміз не дейді, осы жайлы тарқатайық. Ертеде бір кедей болыпты. Ол қанша еңбек етіп, тер төксе де, еңбегі зая кете беріпті. Анда-санда бір тойса, шала байып қалады екен. Бір күні Мәдина шаһарында Мұхаммед деген тәңірдің елшісі барын естеді. Оған барып жолығуға бел байлайды. Ұзақ жол жүріп пайғамбарға келеді. Уа тәңірдің елшісі, мен байлыққа жарымай-ақ қойдым. Қанша тер төксем де, еңбегім зая кетеді. Соның себебі неде деп сұрайды. Жігіттің бір жаман әдеті бар екен. Ол өскен тырнағын тісімен алып тастайды екен. Пайғамбардың алдында тұрғанда да сол әдетін қайталапты. Пайғамбар жігіттің мазасыз халін көріпті де, оның басынан сипап, тырнақ тістегеніңді қой, бұл жаман әдет, әділ Құдай сенің адал еңбегіңді жемейді. Адал кәсіптің құты мен берекесі отбасыңа дарғысы келеді. Бірақ мына жағымсыз әдетің оны үркітіп жібереді екен депті. Жігіт кедейшілік себебінің сырын білген кезде таңғалады. Жаман әдетінен дереу тыйылады. Көп ұзамай ісі де алға басып дәулетті адам болған екен. Осы аңызды мен бала кезімде естімеген екенмін. Мүмкін бұл аңызды білетін адам болмаған шығар айналамда. Бірақ өмір бойы мұғалім болып, шәкірт тәрбиелеген зейнет жасындағы әпкеміздің өз немересіне осы әдетін байқаған соң айтып берген аңызы ойландырып қойғаны бар. Тырнағы сәл өссе, тырнағына қайшы тигізбей, тісімен тістелеп, тырнағын алып отыратын балаларды байқасам, өзімде айта жүретін болдым. Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.